Венчурлық капитал – жаңа және тез дамушы фирмаларды қаржыландыратын капитал. Сондықтан осы күрделі қаржы жұмыстарының тәуекелі өте жоғары. Өйткені, жоғары пайда алу үшін ұзақ мерзімді инвестициялар салынады. Қаражатты салған жақтар инвестицияның орнына соған сәйкес қаржыландыратын фирманың үлесін алады. Қолдаулы фирманың сәтті болуына үміттеніп, инвесторлар жоғары тәуекелге барады. Әдетте венчурлық капиталды инновациялық компаниялармен байланыстырылады. Венчур ағылшынның venture сөзінен алынған болып, тәуекелді кәсіпорын немесе бастама дегенді білдіреді. Венчурлық капитал жеке бизнесті қаржыландырудың балама нысаны ретінде ақш-та 50-ші жылдардың ортасында пайда болды. Еуропаға ол тек 70-ші жылдардың соңында ғана келді. Венчурлық капитал пайда болғанға дейін әлемде шағын және орта бизнесті қаржыландырудың банктік капитал, ірі корпорациялар мен компаниялар және ауқатты адамдар, яғни бизнес періштелерінің қаржыландыруы арқылы жүзеге асырылған. Біз бизнес періштелері туралы келесі бейнебаянымызда толық айтатын боламыз. Венчурлық бизнес дегеніміз пайда табу мақсатында біреуі қаражатымен, ал екіншісі идеясы мен инновациялық ғылыми сыйымды өнім шығаруға бағытталған үлкен тәуекелге баратын кәсіпкерлердің бірлескен жұмысы. Венчурлық капитал сонымен қоса жеке және көпшілік секторлардың жаңа фирмалар және индустрияларға өрлеу мен даму үшін бизнес желілер жасайтын институт құрастыратын жол. Бұл институт перспективалық жаңа фирмаларды анықтауға және оларға қаражат, техникалық тәжірибе, тәлімгерлік, маркетинг тәжірибесі және бизнес үлгісін беруге көмектеседі. Инвесторлар инвестициясын жасағанға дейін венчур капиталистер әдетте компанияны жете зерттейді. Олар инновациялық идея, ойлаған бизнес план, әсерлі менеджмент тобы және өсім потенциалы бар компанияларды іздейді. Олардың арасында үлкен өсім потенциалы бар компаниялар барлығынан артық капиталистерді қызықтырады. Себебі біреу, олар өз ақшасын қысқа уақытта қайтарғысы келеді. Венчурлық капиталды іздейтін компаниялар және бизнес періштелер жария сауда-саттыққа араласпайды. Сондықтан олар инвесторлар мен басқа жолдардың арқасында кездеседі, яғни конференцияларда, симпозиумдерде немесе саммиттерде. Осы іс-шараларында компаниялардың өкілдері венчур капиталистермен жеке кездеседі және сөйлеседі. Қазіргі цифрландырылған әлемде жаңа ғаламтор ресурстары инвесторлармен кездесу мүмкіндігіне жол ашады. Венчур капиталист деген кім? Венчур капиталист венчурлық инвестицияларды жасайтын адам. Және осы капиталисттер өз басқарушы және техникалық тәжірибелермен қаржыландыратын компанияларға көмектеседі. Венчур капиталисттің ең басты қасиеті әлеуетті пайдалы технологияны білу. Венчурлық қорлардың құрылысы. Венчурлық капитал қорларының көпшілігі 10 жыл қолданылады. Алайда, кейде өтемпаздықты іздейтін компаниялар бірнеше жылға ұзартып алуына болады. Әдетте инвестициялардың кезеңі 3-5 жылға созылады. Осыдан соң капиталистердің назары менеджмент және кезекті портфолио жасайтын инвестицияларға көшеді. Венчур капитал қоры оның мүшелерді инвестициялау үшін байланысқанда күрделі қаржы жұмсалымы басталады. Егер жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер осы талапқа жауап бере алмайтын болса, оларды үлкен айыппұл күтеді. Бізде венчурлық бизнес әлі де көпшілікке танымал емес. Істің осы түріне соңғы жылдар ғана айрықша назар аударыла бастады. Басқасыны былай қойғанда, отандық қаржы шолушысының бірі түйіндегендей, Қазақстан азаматтарының қаржылық кеңестіктері жаңалық болып отырған венчурлық қорлардың нақты қызметін терең біле қоймайтыны да шындық. Әрине оған қорлар жұмысының ашық жариялы мөлдірлік сипатқа ие болмауы да көп әсер етуде. Қазақстаны ең алғашқы венчурлық қорлар 2004 жылы пайда болды. Еліміздің венчурлық инфрақұрылымын құруға бастамашы болған мемлекеттің өзі. Оны дамытудың көкейкестілігі Қазақстан Республикасының 2003-2015 жылдарға арналған индустриялық инновациялық даму стратегиясы және ұлттық инновациялық жүйені қалыптастыру, дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарламада
жазылған. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан 2050 стратегиясында қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты атты Қазақстан халқына жолдауында отандық кәсіпкерлік жаңа экономикалық бағыттың қозғаушы күші болып табылады. Шағын және орта бизнестің экономикадағы үлесі 2030 жылға қарай ең аз дегенде 2 есе өсуге тиіс деп анық көрсетті. Яғни, елімізде қауіптілігі жоғары болса да, ұзақ мерзімге арналған венчурлық бизнестің дамуына қолай орта тудыруымыз қажет.